Сәлем достар, біз өте оңай, өте қарапайым құрамнан жасалатын хворост гүл тәріздес жасайтын боламыз. Ерекше дастарханның сәнін кіргізеді. Ал сонымен бізге қажетті құрамдас бөліктер, яғни ингредиенттер, ұн қажет болады, тұз және жұмыртқа. Бірден қамырды илейміз, ұнға жұмыртқамызды құямыз. Тұзды саламыз, қамыр илейміз. Мінекей қамырды иледік, енді бір 10 минуттай тындырып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз біраз уақыт тұрды, тынды, енді жұқалап жаямыз. Мінекей, осылай қамырды бірдей төрт бұрыштап кесіп дайындап аламыз. Қамырды осылай төрт бұрыштап кесіп дайындап аламыз. Бізге бір әдемі хворост, яғни гүл шығу үшін осындай төрт бұрышты қамыр қажет болады. Бірден төртеуін үстіне қойып кессек болады. Бір шетінен екінші бұрышы, үшінші бұрышы және төртінші бұрышы. Одан кейін кесілген бұрыштардың ортасынан да тілім жасап шығамыз. Мінекей осылай тілеміз. Енді қайтадан төртеуін ажыратып, негізі жеке-жеке жасасаңыздар жақсы, әрине мен сіздерге. Осындай жапырақшалар болады. Енді мынаның ортасына, мына төрт бұрышты тұр, мына төрт бұрышына былай қоямыз. Ортасын басамыз. Келесі төрт бұрыштыны былай қоямыз, ортасын басамыз. Тағы біреуін көрсетейін. Міне қараңыздар, бір қамырдан көрсетейін. Бір бұрышы, ортасы, екінші бұрышы, ортасы, үшінші бұрышы, ортасы, төртінші бұрышы, ортасы. Дәл осылай төртеуін жасаймыз. Міне дайын болды, қараңыздар, тағы бір көрсетем. Міне төрт бұрыш тұр. Осы төрт бұрыштың үстіне, егер қамырларыңыз құрғақ болса, ортасынан су жақсаңыздар болады. Менде қамыр құрғақ емес, жақсы жабысып тұр, сондықтан міне былай қоямыз үстіне, ортасын басамыз. Келесі қамырды былай қоямыз, ортасын басамыз. Келесі қамыр былай қоямыз, ортасын басамыз. Болды, дайын. Осылай барлығын дайындап аламыз. Қазір пісіретін боламыз. Мынандай бізге шпажка керек болады. Мына немізді дайындап алдық, жаңағы хворостымыз ортасына қоямыз. Не көрініп тұр, батасыздар да ортасына шпажканы қойып айналдырасыздар. Осылай гүл сияқты болады. Міне тағы қараңыздар. Майға салдым, ортасына шпажканы қойдым, айналдырдым.
Мінекей біздің осындай керемет, әдемі, көрінісі ерекше хворостымыз әп-сәтте дайын болды. Қараңыздар. Қандай әдемі. Дастархандарыңыздың сәнін келтірері сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер.